Сәлеметсіздер ме? Бұл бейнероликте біз сіздермен қазақ әдебиеті пәнінен жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламасын қарастырамыз. Қазақ әдебиеті пәндік білім мазмұны түсіну және жауап беру, анализ және интерпретация, бағалау және салыстыру дағдыларына бағытталған. Сонымен қатар дағдыларды қалыптастыратын оқу мақсаттарынан тұрады. Мысалы, бағалау және салыстыру дағдысы төмендегі оқу мақсаттарына негізделген: тарихи және көркемдік құндылығы, заманауилығы мен жаңашылдығы, әдеби эссе, шығармашылық жұмыс. Бағалау және салыстыру дағдысында әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына, заманауи тұрғыдан баға беру оқыту мақсаты берілген. Осы мақсатты сабақ барысында қалай іске асыруға болатынын Көксерек повесіндегі шығарманың әдеби жанрын анықтау, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру арқылы қарастырып көрейік. Мұғалім бұл оқу мақсатын оқушыларға сабақтың басында былай деп тұжырымдауы мүмкін: балалар, біз бүгін сабақта шығарманың әдеби жанрын анықтаймыз, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға береміз. Сабақтың мақсаты анықталғаннан кейін мұғалім оқушыларды орындалатын тапсырмамен және бағалау критерийімен таныстырады. Бірінші тапсырма: шығарманың жанрын анықтап, тақырып бойынша кластер жасаңыз. Тегі, жанры, образ, оқиға, мекен. Тапсырманы орындау әдісі. Тапсырма ақылдың 6 қалпағы әдісі арқылы орындалады. Оқушылар әртүрлі қалпақтар бойынша топқа бөлінеді. Сынып оқушыларына 6 түсті қалпақ беріліп, бастарына киеді. Бір топта ақ, сары, қызыл, қара, жасыл, көк қалпақ киген 6 оқушы болуы керек. Топқа шығарма нұсқасы мен тапсырма таратылады. Бірінші оқушылар шығарманы жеке оқып танысады, екінші топ пен тапсырманы орындайды. Топтағы оқушылар өздері таңдап алған қалпақ түстеріне сәйкес тапсырма бөліктерін оқып, мазмұнымен танысып шығады. Ақ қалпақтағы оқушы шығарманың жанрын анықтап, ерекшелігіне тоқталады. Сары қалпақ құрмаштың іс-әрекеттерін қолдап сөйлейді. Қызыл қалпақ құрмаштың іс-әрекетін эмоциясын жеткізеді. Қара қалпақ Көксеректің іс-әрекетінің жағымсыз жақтарын айтады. Жасыл қалпақ Көксеректің құрмашты өлтірмеуінің қандай жолдары бар еді деген сұраққа болжам жауабын айтады. Көк қалпақ шығарманың тегі, жанры, образ, оқиға болған мекенді кластер түрінде постерге сызып көрсетеді. Шығарманың жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беріп, барлығына ойына шоу жасап қорытындылайды. Бұл тапсырма жеке топтық жұмыс түрінде орындалады. Саралау. Топтағы оқушылардың аралас деңгейде болуына ерекше көңіл бөлу, кластер жасап қорытынды ой айтуды жоғарғы деңгейдегі оқушыға ұсыну. Бұл тапсырма орындалып болғаннан кейін топ мүшелері ойларын ортаға шығып сынып алдында қорғайды. Әр топтан бір спикер белгіленеді. Топ спикерлері алдын ала таратылған бағалау критерийлері бойынша топ жауаптарын бағалап отырады. Барлық топ жұмыстарын қорғап болғаннан кейін спикерлер оқушыларды бағалау парақтарының қорытындысымен таныстырады. Сабақ соңында оқушыларға кері байланыс парағын толтыру ұсынылады. Оқушылар егер болса әдісі арқылы төмендегі тіркестерді өз ойымен бекітіп, жалғастырып жазады. Егер біз бүгінгі тақырыпты өтпесек, егер бізге бүгінгі сабақта үйренгенімізді білуге мүмкіндік туғызбаса, егер менің барлық айтқаным шындық болмаса, оқушылар кері байланысты толтырғаннан кейін мұғалімге тапсырады. Қазақ әдебиеті пәнін оқытудағы мұғалімнің ең басты міндеті пән мазмұнын меңгеру және оқу мақсаттарына қол жеткізу үрдісіндегі оқушылардың көркем шығармаларды талдап оқуына жағдай жасау арқылы оқушының шығарманың композициялық құрылымын, жанрын тани білу, кейіпкер сипатын ашу, идеялармен алмасу үшін бірлесіп әрекет ету, қосымша мәліметтерді кең ауқымда қолдану, басқа шығармалармен салыстыру арқылы өз жұмысын бағалау және жетілдіру дағдыларын дамыту үшін алғышарттар, жағдайлар жасау болып табылады. Сонда ғана біз бүгінгі таңдағы бәсекеге қабілетті, ұлтжанды, зияткер дара тұлғаны қалыптастыра аламыз. Сау болыңыздар.